Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, керемет болып шығатын, жұмсақ болатын круассандар дайындайтын боламыз. Егер де осы видео рецептіні соңына дейін көріп, тура осылай жасайтын болсаңыз, тура видеода көрсетілгендей болып шығады. Ал енді бастайық. Ыдысымызға суды, сүтті, тұзды саламыз. Одан соң қантты саламыз. Және де дрожжды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң үстінен ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр елейміз. Қамыр бізде қолға жабысып тұратын болады. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Міне дәл осындай болған кезде майды қосамыз және екеуін біріктіріп, жақсылап елеп алатын боламыз. Екеуі бірігіп болғаннан соң ыдысқа салып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағаттай уақытқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне бізде 1 сағат уақыт өтті. Енді дастарханымызға жаятын жерімізге ұнды сеуіп, қамырымызды үстінен қойып, қамырға тағы да ұн сеуіп, қолымызбен үлкейтіп аламыз. Одан соң осылай дайын болған кезде оқтауды алып, қамыр жайғандай етіп жайып аламыз. Қамыр бізде жұмсақ болады. Қамырды қатты жұқа емес, орташа қылып, кішкене қалыңдау қылып жайып аламыз. Одан соң бөлме температурасындағы сары майымызды алып, барлық жеріне жеткізіп, осылай жағып шығатын боламыз лопаткамен немесе қолмен. Егер де сары май қатты болса, кішкене ертіп алсаңыз болады. Одан соң видеода көрсетілгендей жарты қамырды осылай үстінен тастаймыз. Ал енді осы жерге де майымызды жақсылап жағып шығамыз, барлық жеріне жеткізіп. Майды жағып болғаннан соң екі бетін осылай тастап аламыз, дәл видеода көрсетілгендей. Ең соңғы қабатына ұн сеуіп осылай тастаймыз. Одан соң ұнды жақсылап сеуіп алып, оқтаумен қайтадан осылай жайып шығатын боламыз. Осы формасын сақтап, сопақ қылып жаямыз. Қамыр бізде уже дайын. Енді бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Дәл осылай 6 бөлікке бөліп шықтым. Одан соң 3 бұрышты қылып ортасынан тағы да бөлетін боламыз. Дәл осы рецептімен 12 круассандар шығатын болады. Енді төбе жақтарынан кішкене кесіп шығамыз. Одан соң өзімізге қажетті начинкамен осылай ішіне салып, орап шығатын боламыз. Кез келген начинканы алсаңыз болады. Вареный сгущенкамен жақсы шығады. Менде бұл варенье. Жарты бөлігіне варенье салып жатырмын 6 штугына. Қалған 6 штугына шоколад салатын боламын. Бұл бетіне жаққанға жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, араластырып, осымен бетін жағып шығатын боламыз. Жақсылап жағып 180 градуста 20 минут пісіреміз. Одан кем емес. Міндетті түрде арасында бетін ашып қарап қойыңыз, күйіп кетпес үшін. Әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан өздеріңіздің духовкаларыңыздың қызуына қарай градусын қоясыздар. Сонымен біздің круассандарымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз, еш өкінбейсіз деп айта аламын. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыз. Ас болсын!